оқушыларыңыз КББ-да дұрыс болмаса, оларды қалай қосу керек? Мысалы үшін КББ-ға кіресіздер, сосын қарайсыздар. Мына жерде кілт шығады, сыныптың тізімін шығарасыңдар. Кілтте сіздерде мына жерде кілт шығады, кілттің ішінен сынып тізімі дегенді аласыңдар. Осыдан мысалы үшін қарайсыздар. Мысалы 5А, 5В деп. Осы әрбір класты қарап шығасыздар. Кім жазып отыр маған? 2Г, например. 2Г-ні аласыздар. Өз сыныбыңызды қарайсыз, міне. Таптыңыз ғой сыныбыңызды, міне. Сыныбыңызды ашасыз. Оқушылар. Мына жерде өңдеуді басасыздар. 2Г дейсіздер. Мұның барлығын дұрыстап қоясыздар. Қазақша, факультативтер, бағдар жоқ. Міне. Сосын барып оқушылар дегенді басасыз. Енді қарайсыз. Мына жерде сізде 24 оқушы тұр. Жалпы 24 оқушы. Күнделікте де 24 оқушы болу керек. Қазір күнделіктен қарайық. 2Г дейсіздер, міне қарайсыз. Оқушылар. Сізде 26 оқушы. Яғни екеуі жоқ. Сол екі оқушыны қосу үшін жаңа сіздер тізімдеріңіз бар ғой. Міне КББ-дағы тізімге барасыздар да, осы КББ-ның ішінен тауып аласыздар. Сіздерде мына жерде тізім кілт шығады, кілттің суретін басасыздар да, осыдан тауып аласыз. Біздің оқушыларымыз. Топқа қосу. Мектептен келген тұлғалар. Осы мектепте қосасыз. Олар отыр ғой сіздер. Оқушы дейсіз, мына жерге 2-сін аласыздар. Қыркүйектің 2-сін емес. Қыркүйектің 2-сін қойып аласыз. Мұнда да қыркүйектің 2-сін қоясыз. Мұнда қабылдау дейсіз. Мына жерде сіздер 167-ші бұйрық деп қоясыз. Өстіп әрі қарай деп басасыз. Содан кейін мына жерде өзіңіздің тізіміңізді жазасыз. 2Г дейсіз. Сол 2Г-да қанша бала отыр? Міне мұна 2 бала қалып қойған. Осы 2 баланы әрі қарай деп қосасыздар. Жасау деп бассаңыздар, сіздерде осындай қате әрекетке қарамай ақ қойыңыздар, ол өзі шыға береді солай. Бірақ КББ-ны басып, қайтадан жаңа өздеріңіз тізімдеріңізді басып шықсаңыздар, сіздерде көрінеді. Бала қосылды ма, қосылған жоқ па, бір тексеріп шығасыздар. Оқушылар. Қараса 26 оқушы тұр. Осы оқушылар ана жақтағы оқушылармен аты жөні бірдей болу керек.